Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде өтетін сабақтың тақырыбы phrasal verbs, яғни фразалық етістіктер. Бүгін бізде фразалық етістіктердің барлығы carry етістігімен байланысты болады. Біріншісі carry on, жалғастыру. Ағылшынша to continue doing something, яғни бір істі жалғастыру. Мысалы, please carry on with your work, яғни өтінемін өзіңнің жұмысыңды жалғастыр деп аударылады. Келесі carry out, орындау. To perform, не болмаса to accomplish something, яғни бір нәрсені орындау, аяқтау деген мағынада. Мысалы, the police carried out a successful raid on the drug den. Яғни полиция қызметкерлері drug деген бізде дәріге байланысты өздерінің рейдтік жұмыстарын сәтті түрде аяқтады, не болмаса орындады. Келесі бізде carry off, жеңу. To succeed in doing something difficult, яғни бір өте қиын істі жеңіп шығу. Мысалы, she carried off the first prize in the singing competition. Ол ән айту сайысында бірінші орынды жеңіп шықты. Келесі бізде carry over, ауыстыру. To transfer something to a new period of time, яғни бір нәрсені жаңа кезеңге, жаңа периодқа ауыстыру, өзгерту деген мағынада. Мысалы, the debt was carried over to the next year. Бұл жерде бізде debt сөзі B әріпі silent letter, яғни жазылып тұрса да оқылмайды. Бұл бізде алдыңғы сабақтарда болған, яғни debt деп оқылады. Debt ол бізде қарыз деп аударылады. Яғни бізде қарыздар келесі жылға ауыстырылды. Келесі бізде carry away, әсерлену. To be overcome by emotion, яғни эмоцияға қатты берілу, әсерлену, өзінің эмоцияңды көрсету деген мағынада аударылады. Мысалы, the excitement of the game carried me away, яғни ойынның қатты қызуы мені әсерлендірді, яғни эмоцияға қатты берілдім деген мағынада аударылады. Келесі бізде carry back, еске түсіру. Carry деген негізі бізде әкелу деген мағынада, ал back деген артқа деп аударылады. Яғни өткен шақтан бір нәрсені әкелу, яғни еске түсіру деп жаттап алсаңыздар болады. To remember something from the past, яғни өткен шақтан бір нәрсені есіне түсіру. Мысалы, I often carry back fond memories of my childhood. Мен жиі өзімнің балалық шақтағы естеліктерімді есіме аламын, еске түсіремін. Келесі бізде carry forward, яғни кейінге қалдыру. To continue something into the future, яғни бір нәрсені болашақта жасайтындай етіп кейінге ысырып қалдыру. Мысалы, the company carried forward its losses from the previous year, яғни компания өзінің өткен жылғы, яғни алдыңғы жылғы барлық шығындарын келесі жылға кейінге қалдырды деген мағынада. Келесі carry through, сәтті аяқтау. To complete something successfully. Мысалы, she carried through with her promise to help the homeless. Яғни ол өзінің үйсіздерге, homeless бізде үйсіздер, үйсіздерге көмектесемін деген уәдесін сәтті түрде аяқтап шықты. Келесі бізде get carried out, елігу. To become too excited, яғни бұл жерде бізде әсерлену деп аударылады, яғни қатты эмоцияңды білдіру деген мақсатта. Мысалы, he got carried away and things he didn't mean. Ол өте қатты эмоцияға беріліп әсерленгені соншалық, тіпті өзінің айтқысы келмеген нәрсесін айтып қойды деген мақсатта. Сонымен бізде барлық фразалық етістіктер аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.